Құрметті оқушым, кесіндіде бірнеше нүктелер белгіленген. Әсел әр екі нүктенің ортасын белгілейді. Одан кейін Бибінұр да дәл осындай таңбалауды жасайды. Нәтижесінде 13 нүкте белгіленді. Бастапқыда қанша нүкте белгіленген? Енді біз не істейміз? Мысалы, мынаны түсінуіміз керек. Бастапқыда n нүкте болсын. n нүкте деп алайық, иә? Ол 2 нүкте, 3 нүкте, 4 нүкте болуы мүмкін, қазір оны табамыз. Мысалы, қараңызшы. n нүкте, мысалы 2 нүкте болса, біз ортасын біреу ғана, бір нүкте ғана белгілей аламыз, иә? Егер 3 нүкте болса, міне, онда одан біреуге аз 2 нүкте белгілей аламыз орталарын. Егер мына жердегідей міне неше нүкте бар? 5 нүкте бар. 5 нүкте болса, одан біреуге аз міне 2, 3, 4 нүкте белгілей аламыз. Яғни, бастапқыда n нүкте болса, Әсел неше нүкте қосады оған? n-1, яғни біреуге аз 2n-1 нүкте пайда болады екен. Әселден кейін. Түсінеміз, иә? Мысалы, міне 3 нүкте болса, ол 2 нүкте қосылады мына жерге, белгілей алады қосымша. Сонда барлығы 5 нүкте белгіленеді. Жақсы. Енді Бибінұр келеді. Оның алдында Әсел белгілеп қойды, сондықтан 2n-1 нүкте бар. Оған ол неше нүкте қосылады? Одан біреуге аз 2n-2. Бірді азайтамыз, сосын қосамыз. Сонда барлығы 4n-3 нүкте болады екен. Ол бізге 13-ке тең екені берілген. 13-ке теңестіреміз. Сондықтан 4n тең -3-ті плюс 3 деп жібереміз. 16. Осыдан n тең 16-ны 4-ке бөлеміз. 4 екен. Бастапқыда 4 нүкте болған екен. Тексерейік. Міне. Мына жерде айталық 4 нүкте болсын. Енді Әсел келеді. Неше нүкте белгілейді ол? 1, 2, 3. 3 нүктені қосты. Сонда барлығы бізде қазір 7 нүкте пайда болды. Енді 7 нүкте бар. Бибінұр келеді. Оған 1, 2, 3, 4, 5, 6 нүкте қосылады. Сонда барлығы бізде 13 нүкте шығып тұр. Бастапқыда 4 нүктеден бастадық, иә, біз мына көк нүктелермен.